Теке Батыр Қарпығұлы атындағы жоғары колледжінің қазақ тілі әдебиетінің мұғалімі Имбетова Нағима Асылбекқызы. Бүгінгі тақырыбымыз анықтама. Сабақтың мақсаты анықтама және оның құрылымы, түрлерін таныстыру, тақырыпты түрлі жаттығулар, жағдаяттар жасау, сөздер мен сөз тіркесін пайдаланып, анықтама түрлерін құрастыру. Сабақтың міндеті анықтаманы сауатты құрастыруды дағдыландыру, жағдаяттар бойынша жұмыс жасауды үйрету, тақырыпқа қатысты сөздер мен сөз тіркесін меңгерту. Анықтама мазмұны деректі, растайтын, сипаттайтын, дәлелдейтін ақпараттық анықтамалық іс қағаздары. Анықтаманың түрлері: растау, дәлелдеу мақсатында, қорытындылау, бағалау мақсатында. Анықтама туған жерге, тегіне, туған күніне, жұмыс орнына, жалақысына, отбасы құрамына, оқу орнына беріледі. Анықтаманың мазмұндық құрылымдық жүйесі: құжаттың атауы, негізгі мәтіні, анықтаманың қай ұйымға берілгені туралы мәлімет, анықтаманың жарамдылық мерзімі және жайлы берілу керек. Анықтама беруші адамның қолы мен анықтаманы беріп отырған ұйымның мөрі. Анықтама аты: құжаттың аты, құжат үлкен әріппен парақтың ортасынан бастап жазылады. Негізгі мәтін анықтаманың берілу мақсатына қарай. Мысалы, осы анықтама Орал Жандос Жолдасұлына беріледі. Орал Жандос Жолдасұлы шын мәнінде Теке Батыр Қарпығұлы атындағы күндізгі бөлімнің 4-ші курсында оқитынын растайды. Анықтаманың қай ұйымға берілгені туралы мәлімет. Анықтама Қызылорда қаласы паспорт бөліміне көрсетілу үшін, немесе анықтама темір жол және әуе кассаларына көрсету үшін беріледі. Анықтаманың жарамдылық мерзімі туралы мәлімет. Бұл мәліметте жоғарыға көрсетілгендей және берілген анықтаманың қай мерзімге дейінгі күші бар екені анық жазылады. Анықтаманың әр мекемеге берілетін түрлері көп болады. Жағдаяттар бойынша анықтама пәтерді, қай пәтерде тұратынын, қандай не үшін алынғанын барлығы көрсетіліп жазылады. Бүгінгі үйге берілген тапсырма белгілі бір мекемедегі жұмыс орнын тексеріп, қорытындылау, бағалау мақсатында жазыңыздар. Анықтамада тексерудің мақсатына қарай барлық деректер мен оқиғалар рет-ретімен жүйелі түрде жазылуы тиіс. Бүгінгі сабақ аяқталды. Үйге берілген тапсырманы орындап келіңіздер.